Алдыңғы видеода мен бір апталық ваучер ойнатқан болатынмын. Иә достар, өкінішке орай бір апталық ваучердің жауабын бұл видео айтпаймын. Өйткені қаржы жетіспеген байланыстықтан сол себептен оны келесі видеоға қалдырамын. Өйткені достар, ол жерде спонсор ештеңе болмады. Сол себептен оны келесі видеода міндетті түрде шығаратын боламын. Бұл видео басталмастан бұрын достар, мен сіздерге бір апталық ваучерді ойнатқым келіп отыр. Яғни достар, бір апталық ваучердің ұту шарттарына келетін болсақ, менің арнама тіркелу және де оның жауабын келесі видеода міндетті түрде шығаратын боламын. Және де менің арнама тіркелу бірінші шарт, ал екінші шарт астыда, яғни біздің яғни спонсорымыз болады, оларға міндетті түрде тіркелу. Және де достар, біздерде үшінші шартымыз ол кереметте айдиіңізді қалдырып, кереметте комментарыңызды қалдырып кетесіз. Және де төртінші, дәл осы видеоға лайктарыңызды басу достар. Міне достар, оның жауабын келесі видеода міндетті түрде шығаратын боламын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Казмастер. Иә достар, бүгін біздерде өте керемет, өте ерекше керемет видео болайын деп жатыр. Иә достар, осы видеода мен сіздерге алдағы уақытта шығатын халявалар, яғни халява тегін заттардың барлығын осы видеода айтатын боламын. Бұл видео басталмастан бұрын, иә достар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп, өздеріңнің кереметке лайктарыңызды бассаңыздар, мен өте қуанышты болушы едім. Ал ендеше біз видеомызға қарай кеттік. Так, енді достар, біздің бірінші халявамыз, яғни тегін затымыз десек те болады. Ал енді достар, біздің халявамызға келетін болсақ, ол бірінші міне дәл осы суреттен ақ көріп тұрғандай, бұл яғни Муланды барлықтарыңыз білесіздер, оған жаңа набор, яғни қып-қызыл түрі шығайын деп жатыр. Міне ол біздің яғни 17-ші бүгін сәуір күні шыққан болатын. Бұл кешірім сұраймын, өйткені достар, бұны кеш шығарғаным, мен кеше ғана видео түсірген болатынмын бұл туралы, яғни ол кейбір ақаулықтармен байланысты удалителіп кеткен болатын. Ал енді достар, біздің екінші халявамызға келетін болсақ, яғни достар, міне осы скриншоттан ақ көріп тұрғандай, бұл жерде кереметті эмотия шығатын болады достар. Яғни бұл халява емес достар, бұл яғни жаңа эмотия достар. Міне осы кереметті эмотияны көріп отырсыздар, яғни партаға отыратын жаңа кереметті эмотия шығайын деп жатыр. Иә достар, бұл өте тамаша эмотия деген ойдамын достар. Ал енді достар, біздің келесі кезекте, яғни үшінші халявамызға келетін болсақ, ол міне дәл осы скриншотты көріп тұрғандай жаңа кереметте стенкаға ішкен шығатын болады достар. Міне бұл кереметте бір оттың стенкасы шығайын деп жатыр. Бұл өте тамаша стенка болайын деп жатыр. Ал енді достар, біздің келесі, яғни төртінші халявамызға келетін болсақ, міне дәл осы скриншоттан ақ көріп тұрғандай, бұл жерде, яғни бұл не деп отқан шығарсыздар? Я достар, бұл біздерде жаңа лутбук шығайын деп жатыр. Яғни бұл іші бір таудың ортасында бір лава жанып тұрған сияқты өте тамаша лутбук шығайын деп жатыр. Міне достар, керемет лутбуксы шығарайын деп жатыр, вообще керемет болып. Ал енді достар, келесі халявамызды айтпастан бұрын достар, сіздер менің арнама тіркеліп өздеріңіздің кереметті лайктарыңызды бассаңыздар, өте тамаша болушы еді достар. Яғни достар, сіздерге өте керемет, яғни көп рахметімді айтамын. Өйткені достар, біздерде 2100 подписчик болды достар. От души барлықтарыңа рахмет достар, осылай арнаға тіркеліп мені қолдап жатқандарыңа достар. Мен сіздерден енді осы видеода достар, мен сіздерден 100 лайк сұрағым келіп отыр достар. Өте тамаша сіздердің қолдарыңыздан келеді. Әркім, әр адам бір лайктарын басса өте керемет. Мен де қуанышты болушы едім достар. Яғни достар, бұл лайкта ештеңе жоқ, яғни бір кнопка сіздер үшін, ал мен үшін жетістік екенін ұмытпаңыздар достар. Ал енді достар, біздің ең соңғы халявамызға келетін болсақ, яғни шығатын тегін затқа келетін болсақ достар, ол міне дәл скриншотты көріп тұрғандай, бұл өте тамаша сковородка шығайын деп жатыр. Иә достар, бұл сковородка яғни барлығы от, яғни лава сияқты, барлығы бір-бірімен ұқсас достар. Иә, бұл өте тамаша лутбукс. Және де осы үшеуінен не байқадыңыздар достар, міндетті түрде комменттерге жазып кетіңіздер, өте тамаша болушы еді. Ал енді достар, міне осындай біздің кереметті видеомыз аяқталды деген ойдамын. Сіздерге дәл осы видео ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп өздеріңіздің кереметті лайктарыңызды бассаңыздар, мен өте қуанышты болушы едім достар. Яғни сіздерге бұл видео ұнаса, неге лайк баспасқа? Иә достар. Және де сіздерге осы видеоның соңында, яғни барлықтарыңа от души рахмет. 2100 подписчикке, енді одан да жарты мақсатымызға жетіп жатыр. Енді достар, менің мақсатым 1 миллион подписчикке жету енді достар. Бұл өте тамаша болушы еді достар. Енді арнаға тіркеліп жатқандарыңа, яғни міне дәл осы скриншотты көріп тұрғанда мені 13% адам, яғни 5 подписка көреді екен. Яғни тіркелмей мені 13 адам
13% адам қарайды екен. Соларға айтарым, міндетті түрде арнаға тіркеліп қарасаңыздар өте керемет болушы еді достар. Осы коэффициентті жаймен түсіре берейік достар. Өте тамаша болушы еді достар. Міне достар, міне осындай керемет видеомыз аяқталды деген ойдамын. Сіздерге осы видеоны арнаға тіркеліп лайктарыңызды басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен әдеттегідей Касымастер. Ал енді давайте достар.